всегда говорил, что аттракционы должны быть с кулаками. Спанч Боб әлемнің 37 тілінде сөйлейтін кейіпкер. Көп замай тек теңіз губкасы емес, жас ұрпақтың қызығушылығын оятқан өзге де кейіпкерлер қазақ тілінде сөйлейді. Біз бүгін 22 жыл бойы рейтингі түспеген Бикини Ботом тұрғындарын қазақ тілінде дыбыстайтын мамандардың жұмысымен таныстық. Воу! Дабл! Ең мықты мамандарды кастингке шақырды. Бірақ дей тұрғанмен негізгі Никелодеонның төрағалары өздері бекітті, тікелей өздері бекітті. Біздің оған қатысымыз болмады. Синематонның да, режиссердің да қатысы болмады. Өздері бекітіп, біздерге пофамильно осы актер өтті деп жіберді. Дубляж орталығы шетелдік компанияның сараптамасына 10-нан астам актер дыбыстаған материал жіберген. Никелодеон өкілдері 4 актерді таңдаған екен. Енді кейіпкерлер Самат Қордабай, Бақтияр Байсерік, Гаухар Әбжапарова, Бақытжан Жармұхаметовтың даусымен көрерменге тіл қатады. Бұл конвейер, бұл тез жұмыс жасау керек. Сондықтан да бұл жаңағы ритмге, темпке ілесе алмаған адам дубляжда жұмыс істемейді болды. Қазір уақыттың талабына сай уақыт жоқ. Сіз келесіз, бір қарайсыз, яғни кейіпкердің мінез құлқын бір зерттейсіз, даусының ырғағына қарайсыз, болды солай сала бересіз ары қарай. Ең бастысы бұл жерде тексті қатесіз бірден оқи алу керек. Ежелемей, ежіктемей. Яғни соның қазіргі түп нұсқада қандай даусы соған барынша ұқсатып салу керек. Дыбыстау кезінде актер мен кейіпкердің ауыз қимылы мен дауыс ырғағы бір-біріне дәл келу керек. Әрі мамандар даусын құбылталуы тиіс. Себебі бір туындыда бірнеше кейіпкерді сомдауы мүмкін. Егер сіз мысалға жаңа палач дейді ғой, соның рөлін дубляждайтын болсаң да, не үшін оған барды? Кейін ол үшін неге ол қаншалықты ауырады? Сол дүниелердің бәрін ескеру керек та. Сол кезде ең басты дубляж маманының міндеті жүрегі болу керек. Егер ол дубляж маманының, актерінің жүрегі болса, ол мультфильмді де жасайды, ол мықты жаңағы Никелодеонның керемет туындыларында жасайды. Гаухар Әбжапарова даусымен ғана емес, сомдаған рөлі арқылы да көрермен қошеметіне бөленіп жүрген актриса. Дубляж саласында 18 жыл еңбек еткен маманнан кеңес алмай қайта алмадық. Бірінші жолда, төменге сал, ұлдың даусы ғой, көрдің ба? Сіз дүрияны оқымайсыз, сіз AJ-ді оқисыз. Бірінші жолда, көрдіңіз ба? Сылбыр, өте сылбыр болып тұр. Сізді естісе, мысалы, ұлы екеніңізге ешкім сенбейді. Ана көрермен қызығу керек қой. Мына жерде бірінші жолда, десең сізді ешкім тыңдамайды. Әсіресе қазіргі балалар тыңдамайды. Бірінші жолда, өте үлкен энергетикамен айту керек та. Тырысып бақтым, нәтижесі көз алдарыңызда. Не дейміз? Шымшық сойса да қасапшы сойсын. Дубляж актерлерінің мәтінді мүдірмей оқуы дыбыс режиссері мен аудармашының жұмысына тікелей байланысты. Аударма машақаты көп сала, ал әлем таныған кинокартинаны қазақша сөйлету одан да қиын. Әрі бірнеше кезеңнен тұрады. Мысалы, қазақ тіліне аударылған соң сценарий редактордың тексерісінен өтеді, ал дубляж актері дайын мәтінді кейіпкермен бірдей уақытта дыбыстауын монтаж режиссері қадағалайды. Кадр сыртында тыңбай еңбек ететін аталмыш сала мамандарының жұмысы бағалауға тұрарлық.